Мен 1960 жылы Балқаштан 100 шақырым жерде Тасарал балық пункті болған бұрын. Сол жерде дүниеге келдім. Мен мектепте осы Балқаш қаласының азерінде оқып жүрген кезде бізде бұрын онда осы заводқа экскурсия алып келетін оқушыларда. Байырварсы цех деген болған. Бес кислороды мыс шығаратын. Соны әкеп көрсететін. Более современный производство болды. Жаңағы соны көргенде мен жаңағы шыққан ішіндегі мыстарды көріп қызыққанмын. Қалай мынаны жасайды? Ішінде қалай производствосы, қалай жүреді деген соның бәрін. Бұны көріп, сол жас кезімде есімде қалған ғой деймін. Сол металлургическое производство сол кезден бастап тартысы болды, және қызықтым соған қарап. Мына әскерге барып келгеннен кейін, осында әке-шеше үлкен кісі, сол кісілердің қасында біраз болдым да, 82 жылы осы Балқаш мыс заводында ол кезде электроид цех дейтін, қазір цех электрозмейдің Кубарос участогында аппаратчик гидрометаллург болып жұмысқа тұрдым. Ол кезде бірінші сразу келген адамдардың бәрін төменгі разрядтан қабылдайды. Одан кейін өседі, екінші разряд, үшінші разряд, төртінші, бесінші разряд. Мен 3 жылдың ішінде жоғары разряд алып, бригадир болдым. Мен Балқаш мысығына, Балқаш металлургический техникумын бітіріп, арасында исполняющий обязанности мастер болдым, мастердің рұнесін алды атқарушы. 5-6 жылдан кейін мен уже мастер болып кеттім осында. Мастер болып жұмыс істедім. 8 жылдан кейін мен старший мастер болдым. Бірінші жұмыс күнім декабрь айында жұмысқа тұрдым. Сонда бірінші келген кезде менің тәлімгер енді үлкен кісілер болды, көзі көп болды. Иксанов Құрмаш деген кісі, мен әкемнен қатар үлкен кісі болды. Пупиков Николай деген кісі болды. Федор Акимович Богомолов деген кісілер болды. Сол кісілер мені ол кезде тәлімгерлер жақсы қойды. Басынан бастап үйретіп, қандай жұмыс жасайды, мынау производствоны түсіндіреді, не шығарамыз. Ол кезде мен жаңа жұмысқа кірген кезде Кубаросный участок тотия бөлімшесі деп айтатын қазақша. Сол кездерде біз Кубарос шығаратынбыз. Кубаросты онда медный Кубарос деп айтылатын. Медный Кубарос бүкіл дүниежүзі бойынша, дүниежүзі емес, Союз бойынша, Совет үкіметі, Молдавия, Грузия, Закавказья, мынау Өзбекстан, Таджикстан сол бүкіл дүниеге тарататын жан-жаққа. Айына ол кезде классический схемамен 8 тоннаға дейін Кубарос шығаратынбыз. Сонда сол кісілердің тәлімгерімен сол жерде отырып үйрендім. Қалай шығаратын, қайдан пайда болатын, ашты сол Кубаростардың качествосына қарап. Үшінші сорт, бірінші сорт, екінші сорт деп бөлінетін де солардың бәрін. Сол кісілердің маған көп үйретті. Жұмыс кезінде жаңағы басында қиын болды. Бұрыманда немен жұмыс істемеген производствода. Бірақ кейінен тартылып, сол кісілердің несімен үйреніп, өзіме алдыма бағдат қойдым. Цель. Мен қайтсем ол жерде көтерілемін. Өзімді көрсетуім керек. Ол кезде енді шын айтқан кезде біздің ұлттан адамдар аз болды да, мұндай производство. Сол үшін мен өзіме не қойып, сол өзімді көтеріп шығарып міндет қойып көтердім шамам кезде. Өзіме кейінгі келген балаларды үйрете бастадым. Көп балалар келді. Мастер болып жүргенде қанша адамдарды үйреттім. Алдыңға үйреткен буындарым 2000 жылдары Россияға көшіп кетті. Олар Россияда Уралмашта үлкен қызметте жұмыс істейді. Мускамада жұмыс істейді, Алматыда жұмыс істейді. Өзіміздің Балқаштың бензин зауытында жұмыс істейді. Қазір жұмыс істеп жатқан жерде электроидный цехтың бастығы Абдуалиев Мәди, главный инженер Жакебай Дулат, старший производство мастер Абдыгаппар Бағдат бәрі менің үйреніп оқушыларым енді, мен тәлімгерлерім, мен солар үйретіп шығарғаным. Тағы өсіп жатқан балалар бар. Енді шамамыз келгенше пенсияға дейін сол жастарды тәрбиелеп, ертең артымыздан солары бізге үлгі болып, біз сол балаларға көрсетіп, жастарға көрсетіп жатырмыз. Енді әрі олар өздері көтеріліп шығу керек, жоғарыланып, биіктерден көріну керек. Біздің негізгі тотия бөлімшесі Кубаросный участоктың міндеті Балқаш мыс заводының шығаратын основной продукциясы катодный мед деген бар. Сол катодный медтің ішіндегі приместерін тазалауы. Потому что примесін тазаламаса, онда катодный мыстың качествосы көрінбейді. Сол качествосы болып жоғарыдан көрсету үшін соның ішінде болатын приместер болады. Темір, цинк, мышьяк, кислота, солардың бәрін через Кубаростың арқылы біз
Бізде специальный аппаратуралар бар, үлкен вакуум упарывателдер, солардың ішіне қабылдап электролитті упариваем, поднимаем, плотностін көтердіміз да, содан охлаждать етеді. Біз через фильтр пресс арқылы купорос аламыз разделение. Бұл купорос негізі қазіргі дандыма біз шығарып атқан купоросымыз тек қана обогатитель фабрика производствоны қолданады, потому что ол технический купорос шығарып атқанымыз. Купоростың бұның өз нелері бар. Оның жаңағы қайнатқанда упарывать еткенде өзінің процесстеріне шатаспауымыз керек, ауытқымауымыз керек. Бұған содержание мыс пен кислота және оның ішіндегі температурасын ұстап тұру керек. Сливать еткен кезде охлаждение температура, оны технологический режим деген өздерінің несі болады, технологический. Соларын ауытқымау керек. Солны ауытқымай дада шығарсақ, сонда оның ішінде влагасы аз болады, кислотасы аз болады, и качество купорос жақсы болады. Купорос участоктың негізі мұның ішінде тотиайм бөлімшесін шығаратыны. Қазір біз көбінесе продукцияны негізі корпорацияның Қазақмыстың несіне тиіміз өзі алады. Сатып алушылар өзіміз корпорацияны. Восток Свет алады, Қарағайлы алады. Осы маңайды нелердің ішіндегі көбінесе Восток Свет алады продукцияларында. Коллективті атмосфера. Менің қасымда старший мастер болып Шариф Асқар деген жігіт 84 жылдан бері бірге жұмыс істейміз. Бұрыннан келе жатқан. Кейінгі оны жаңа алдында айтып өттім, менің 3 поколение жастарды үйретіп шығардым. Алдыңғы поколение буындар, олар көбісі Россия кетіп қалды. Жан жақ кетті, сырт жақтар жұмыс істейді. Одан кейін екінші үйретіп шыққан жастарым қазір жаңағы өзіміздің Балқаш мыс заводының цехтарында жұмыс істеп жатыр. Электролитный жаңа басшылар болып жұмыс істеп жатыр. Қазір енді жас буындарды үйретіп жатырмын. Ертең мен пенсияға кеткенде балалар үйреніп, біздің орнымызды басатындай, ертең біздің артымыздан із қалатын болу керек қой енді. Соны арттан сол жас буындарды үйретіп жатырмыз. Үйреніп келе жатыр енді жастардың. Алдыға нелер талаптары бар, талпыныстары бар, жұмыс істегілері келеді. Потому что қазір енді данный момент Балқаш қаласында енді ең үлкен градообразующий осы предприятие Балқаш мыс заводы ғой енді. Айлық жақсы, соның уақыттарында түсіп, көбісін корпорация арқылы Қарағандың политехнический университетін бітіріп, счет предприятие арқылы оқып келіп, қазір бізде жұмыс істеп жатыр. Олар өздері оқытады, соны қайтып келіп, осы производство жұмыс істейді. Шорин Айдын деген Абдығаппар, Бағдат, как раз соны бітіріп келген балалар, солардың бәрінде жұмыс істеп, жастар өсіп жатыр енді. Мен 2006 жылы ветеран комбинаты болдым, бірінші. 25 жыл жұмыс істеген адамдарға беріледі, негізі 20 жылдан жоғары жұмыс істеген адамдарға беріледі. Мен ешкімнің алдына барып, маған медаль беріп, ешкімнен сұрамадым. Мен басшылар өздерінің менің қызметімді қалай жұмыс істеп жатқанын, еңбегімді бағалайды. 2012 жылы мен отделение глубокое обезвреживание салғанда, маған сонда бірінші осы 3-ші степені берді. Енді онда жаты сұрақта салдық. Алдында айтып өттім, корпорацияға үлкен качествоны качествосын көтеруге, сол отделение салғанда мен 2013 жылы бірінші сол 3-ші степені алдым. 2017 жылы екінші стипендия берді. Биылғы 2021 жылы 60-қа толып кеткеннен кейін шал болды ғой деген ойды. 60-қа толғаннан кейін, былтыр толған негізі 60-қа. Үшінші стипендия берді. Мен рахмет ол. Мені қазір еңбегімді елеп, сол қарап отқандарына жұмыстан болу уақытында өз жас кезімде негізі мен мылтық атқанды жақсы көремін. Үйде мылтығым бар, законный разрешение бар алған. Соның арасында балық аулаймын. Қыста балық аулаймын, жазда балық аулаймын, қармақпен балық аулаймын. Бұрын енді жас кезімде жаңағындай сырт жаққа көп шығатынмын енді. Қазір енді жас келе бастағаннан шыққым келеді, бірақ енді көбінесе уақыт болмай қалады. Бірақ барып тұрамын арасында. Ахат олағанда әбзат бір нәрсені қырып тастау емес, просто природаға шығып, таза ауада онда жүргенді жақсы көремін өзім. Жаяу жүргенді жақсы көремін. Серуендеп жүремін, мысалы,
әсіресе бірінші қар жауған кезде, қысқы уақыттарда, күн салқын кездерде көп шығамын, жүремін, аралап жүремін негізі бәрінде. Отбасым, жолдасым Акашева Назгүл, стоматолог дәрігер, осы Балқаш қаласында. Үлкен ұлым Әбдібек институт бітіріп келіп, университет бітіріп, Астана университетін бітіріп, Евразийский бітіріп, қазір осында біздің Балқаш қаласында 15-ші мектепте, өзі бітірген мектебінде мұғалім болып қызмет атқарып жатыр. Кіші ұлым биыл 4-ші курста оқиды. Ол технический Евразийский технический несін оқып жатыр, направление стандартизацияда оқып жатыр. Биыл 4-ші курста оқып, осы таяуда ғана оқуына кетті. Сол бала-шағамызбен тұрып жатырмыз үйімізде. Ең бірінші жұмысқа тұрған күнім ана үлкен кісілердің маған үйреткені, производствоның қандай екені. Сонда мен ең бірінші келіп, біраз жұмыс істеп жүргеннен кейін үйге барып, ол кезде әкем марқұм тірі, қалай жұмысын дегенде, мен айтып кішкене қиындау екен дегенде, сен ол деді, ол бәріне шыдауың керек деді. Шыдасаң, саған жемісін көрсетеді. Сол жерде ақыр жұмысқа тұрдым ба, жұмыс істеп, сол әкемнің бір ақыл сөзі, сол әлі күнге дейін есімде отырады, мен кейде жастарға айтып отырамын. Адам бәріне шыдап көнсеңдер, ертең содан кейін соның жақсылығын көресіңдер деп. Болашаққа бізде көп встреча болып тұрады ғой, 20-шы, 30-шы жылға дейін, мысалы, болашақ. Қазір енді кең орындар көп болса, мынау Балқаш қаласында енді основной предприятие болса, Балқаш мыссаводы ғой, соған жұмыс көп, жұмыс орны болса, значит, онда қаланың адамдары и населен өзі соны тауып отқан табыстар асынан осындай үлкен предприятие табылса, кең орындарын көбейтіп, осы жаққа ашып, жан-жақтан жұмыс орнын тоқтатпау керек қой енді. Сонда жұмыс орны тоқтамаса, қалаға да жақсы болады, корпорацияға да жақсы болады, екі жақ бірдей жұмыс істеу.